Бүкіл исламның 5 тірегі болса, 5 нәрсе тіреуі болса, соның ішіне қажылықты кіргізеді. Шөл деген адам судың дәмін сезгеннен кейін рахатын сол кезде біледі деп айтады ғой. Дәл сол сияқты умраға барған адам ғана ол жақтың ләззатын сезінеді. Күн ыстық. Жаңағы экономда бір вентилятор, стандартта бір екі вентилятор, стандарт премиумда 3 вентилятор болды. Кешегінде кондер жоқ. Сөйтіп ұстазбен уағыз айтып жүр, соңғы жағында нәпсім жайнап шырылдай бастады уже. Жоқ, мен ұстаздар сияқты айта алмаймын, бірақ шынымен жаңа айтқан сөзіңіз жаны бар. Егер шынымен ниет етсең, Алла Тағала шақырады. Мен жеті дұға еткем ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады, дұға сәләсәтіл хисал дейді, қабыл болады, 3 түрлі болады дейді. Біріншісі, Алла Тағала дейді, момент сұраған нәрсеңді береді дейді. Қалай сұрадың, солай береді. Сол нәрсе беріледі. Екіншісі дейді, ол бәдәл болады, бір нәрсеге, бір бәлаға дейді, жаңа қиыншылыққа, зиянға болады. Мысалға, мен сұраймын да Алла Тағаладан. Оны Алла Тағала маған бермейді, бірақ соның құнындай, соның көлеміндей бір жаманшылықты Алла Тағала менен қайтарып қояды екен да. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахим. Алхамдулилlah ва салату ва саламу аля расулилlah. Аллахумма салли аля сайдина Мухаммад. Амма бад. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Біздің ағалар қалайсыздар, денсаулықтарыңыз қалай, жақсыздар ма? Алхамдулилlah. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Біздің көзқарақты көрермен, болашақ қажылар, иншалла. Бүгін осы керемет подкастымызды Ниет қажылық компаниясының атынан сіздерге ұйымдастырып отырмыз. Жалпы бұл подкастты не үшін ұйымдастырып отырмыз деген сұрақ туындайтын шығар баршамызда. Бұл осы Ниет қажылық компаниясының немесе умраға ниеттеніп жүрген болашақ қажылардың умраға деген махаббатын ашу мақсатында жасалып жатыр. Және де осы умраны жеңіл түрде халыққа түсіндіру мақсатында. Өйткені қазір түрлі жаңалықтар көбейіп жатыр деген секілді. Осы халыққа, болашақ қажыларға, былайша айтқан кезде умраны жеңіл түсіндіру мақсатында осы подкастымызды ұйымдастырып отырмыз, иншалла. Иншалла халыққа, болашақ қажыларға әдемі түсіндіріп өтеміз деген ниеттеміз. Ал енді кішігірім біздің осы құрамымызды таныстырып өтетін болсақ, ең бірінші бізде Алдияр Алтай ұстазымыз, білікті маман. Гидтар бөліміндегі біздің қажыларға үздіксіз 24/7 қызмет етіп жүрген біздің ұлағатты ұстазымыз, гидіміз, иншалла. Одан кейін бізде Серік Босын ұстаз, Нұрворак Ислам университетінің түлегі, және де біздегі гидтар бөлімінің білікті мамандарымыздың бірі, және бізде Құдірет ағамыз бізде өнер қырандары театрының мүшесі, және де осы Ниет қажылық компаниясының амбассадоры және жанашыр қызметкеріміз біздің, былайша айтқан кезде. Алланың қонақтарына былайша айтқан кезде бізде не ғой, қажыларға қызмет деп жүрген кісі ғой. Былайша қажы болып келем деп, қажыларға қызмет деп кете беретін кісіміз ғой біздің. Машалла, Алла разы болсын. Мен ғана ұйықтаймын, қалған уақытта боспын. Машалла, Алла разы болсын. Ал бірден сұрақтан бастайық. Көзқарақты көрерменді күттірмек. Ең бірінші сұрақ, мынандай ғой, жалпы умраға келіңіздер деп айтып жатамыз қажыларға ше. Асықтырамыз, әйтеуір сондай күнәлардан арылып, сауап жинауларына асықтырамыз, бірақ көп енді адамдар, қажылар былайша айтқанда түсінбей жатады. Не ол өзі умра деген? Сұрақтар туындайды. Умра мен үлкен қажылықтың айырмашылығы не? Немесе умра жасасақ сол 5 парыздың бір мойнынан түсе ма? Деген секілді бізге түрлі сұрақтар келіп жатады. Соған осы жерде әрқайсыңыз әдемі бір өздеріңіздің жауаптарыңызбен жауап берсеңіздер, сұрағымыз умра деген не? Былайша айтқан кезде. Не умра деген? Ұстаз тұрғанда теңіздің қасында құдық қазба дейді, ұстаздардың қасында уағыз айтпай қойын. Вне кадре айтамын мен, жігіттер, сразу айтайын. Ұстаздарымыз ұстаз. Бисмилля, ұстаздар. Бисмилля, алхамдулилля, салату вассаламу расулилля. Умра жалпы кіші қажылық деген мағынаны береді ғой. Бізде қазір кіші қажылық деп айтып жүрміз. Жалпы енді Алла Тағала Құран кәрімде амалдарды бұйырады. Тиымдар бар, бұйрықтар бар. Осының ішінде бұйрықтарды жинақтаған кезде екіге бөлінеді. Жалпы біріншісі Алла Тағаланың тарафынан бұйырылған амалдар, ол фарыздар. Үзілді, қатағи дәлел деп айтылады. Ал одан кейінгісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сүннетімен бекіген амалдар болар. Сүннет амалдарының қатарына жатады. Сол сүннет амалдардың ішіне кіретін амал, яғни фарыз амалдар. Жаңағы Құран кәрімде бұйырылған амалдар бар, фарыз амалдар бар. Соны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір хадисінде жалпы исламның тірегі ретінде 5 нәрсені көрсетеді. Соның ішіндегі біреуі, яғни бүкіл исламның 5 тірегі болса, 5 нәрсе тіреуі болса, соның ішіне қажылықты кіргізеді. Енді осы қажылыққа балама ретінде жасалатын амалды не дейді? Умра дейді. Бірақ умрада қажылықтағыдай не жоқ, арнайы күн жоқ. Қажылықта тек арнайы күн болу керек, арнайы жер болу керек. Арнайы күн деп отқаны қажылықта Арафа күнінде тұру керексіз, және Арафа
жазығында болу керексіз жаңағы уақытта. Ал умрада ол күндер шарт етілмейді, тек айт күндеріне немесе арафа күніне тура келіп қалмаса, қалған уақытта, кез келген уақытта Кағбаны 7 рет айналу, жаңа иқрам кию, Кағбаны 7 рет айналу, Сафа Марвада жүру және шаш қыру немесе қысқартуменен орындалатын бір амал да. Бұл жаңа біздің таң намазыменен таңның мысалға 2 ракат сүннет, 2 ракат фарыз деген сияқты нәрсе де. Мынау фарыз намаздың Алла тарапынан бұйырылғаны, мынау пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның соған жақындау мақсатында құлшыныс ретінде жасаған амалы да, яғни парыздың баламасы. Ұқсатылған нәрсе. Демек, умра ол сүннет амал. Ол сүннет. Демек, біз умра жасасақ, жаңағыдай мойнымыздан түспейді парызы. Жаңағы 5 парыз үлкен қажылық деген нәрсе түспейді. Бұл сол үлкен қажылыққа жақындататын нәрсе деп жаңа алдияр ұстаз айтып отыр ғой, балама түрі сол. Ғана қадамы да ол. Бұл алғаш жаңа айтып отырмыз ғой, мысалы сіз таң намазын сүннетін оқығанда парыз намаз мойныңыздан түсе ме? Түспейді да. Бұл парыз міндет түспейді. Ал сүннет ол оған жақындататын, соған ұқсатылған балама амал ғана болды. Жасасаңыз сізге сауап қазандырады. Жасасаңыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға деген шынайы еруіңізді дәлелдей аласыз. Ал жасамасаңыз сұралмайсыз. Енді бұл көпшілік ғалымдардың пікірі бойынша сүннет, кейбір басқа мазхабтар бар, имам қателеспесем Шафии мазхабына уәжіп деп айтатын кісілер бар. Жерде бір алдияр ұстаздың несіне жаңа ниетке байланысты енді умраға қатысты, жалпы умра деген не деген сияқты. Ғұламалардың ішінде мынандай нәрсе бар екен да, жалпы умраны жасау арқылы адам баласы жалпы үлкен қажылыққа көп, то есть дайындық дейді ғой, соның бір жол іспеттес деп айтады. Мысалы айта береді ғой жаңағы қоғамда, неге көбірек умраға бара бересіңдер деп. Ол анандай ғой, шөл деген адам судың дәмін сезгеннен кейін рахатын сол кезде біледі деп айтады ғой. Дәл сол сияқты умраға барған адам ғана ол жақтың ләззатын сезінеді. А сол умраға бару арқылы екінші үлкен қажылыққа деген бір құлшынысы, махаббаты оянады ғой. Мысалы, өздеріңізде көріңіздер осы қажылықта. Көбісі умраға барғандар, дайындалғандар кәдімгідей. Сол себепті умра деген нәрсе сол жаңа ғалымдардың айту бойынша қажылыққа дайындықтың бір көрінісі деп аталынады. Дұрыс. Жалпы нүктесін қоя салайын. Қазақ бекер айтпайды ғой. Бармағанға бір арман, барғанға 1000 арман деп бекер айтпайды негізі. Бұл сөзді бармаған адам түсінбейді. Бармаған адам армандап жүреді. Біз басында қалай армандадық, ал барғаннан кейінгі тура жаңағы ұстаздарымыз айтқандай ләззатын іздеу. Адам күніне неше рет су ішеді, мысалы. Бір-ақ рет іштім, болды, бір күнге бір-ақ рет су ішу, су ішсең болды, 1 литр суды ішіп тастау, болмаса 2,5 литр, саған бұйырылған болса 2,5 литр бірден ішіп тастау деген мәселе емес. Шөлдеген кезін ішіп тұрасың ғой, тура сол сияқты бір рет барған адам тура сол шөлдеген сияқты қайта бара берген. Иә, барып суға қанбай қалған адам сияқты барасың, қайтып бара жатқан кезде қайтып бір анау сен кетіп бара жатқан кезде бәрі біреулер келіп жатады ғой чемоданымен, тура сол сәт өте бір керемет, қайтып қалып қойғың келеді. Алхамдулилля, Аллах нәсіп етсін. Жыл сайын баруды нәсіп етсін. Бізде көп қажылар бар. Осы ниет қажылық компаниясында 2 айда бірге отыратын. 2 айда бірге отыратын. Сәл олардан енді көз көріскен адам болған соң сұрайсың ғой. Көп келесіз, машалла деп айтып жатсаң, былай жауап береді ол кісілер. Мойныма сәл ауыртпашылық түсті ме, келем дейді. Келемді Алламен сырласам, айтам, мұң-мұқтажымды айтам. Сөйтем де жеңілдеп қайтам. Сол мотивациям жинап барып жұмыс істеймін, қайта әлсіреген кезде келіп заряд аламын дейді да, типа Меккеден ше. Машалла енді көп нелер сұрақ қойып жатады ғой, жаңа қажылар немесе бір адамдар неге қайта бара береді деген секілді нәрсе ше. Оның да бір сыры сондай екен да, умра кейбір қажылар заряд алады, энергия алады ол нәрседен ше. Бұл мәселеге негізі кез келген адам енді жағдай мәселесі бар шығар, бірақ жағдай мәселесін сырт қоятын болсаң, ниет бірінші тұрса, махаббат бірінші тұрса ше, Алла тағала өзі алып кете береді негізі. Мен бір бауырыма баяғыда әзілдейтін, шашын қысқартушы Меккеге барып келеді деп ше. Мысалы біз 15 күнде жаңағы шаш қысқартып тұрамыз ғой. Сол сияқты мен әзілдеп айтам, бірақ оның махаббаты жақсы да. Махаббаты мықты. Қалай болсын әйтеуір кетіп қалып жатады ше. Сосын мен айтам, Құдай, менің ниетім сол жылына 1 рет Рамазанға ниет қылып жүрмеу деймін, сол айына 1 рет ниет қылып тұрамау деймін деп ше. Неге сәтін кейбір адамдарда сондай болады. Бір күн 2 күн жеткілікті ғой, бардың, көрдің, дұғаңды жасадың, қайтып кетіп қалдың, сондай сәттер көп кездеседі, негізі қажылардан сұрасаң,
қанша умраңыз десең, бауырым мен өткенде 3 ай алдын келіп кеткем дейді. Біреу айтады 2 ай алдын келіп кеткем дейді мысалшы. Сол кезде андай бүйтіп болады ғой, бір андай шок болып қаласың ғой. Мына кісіге не болды деген сияқты. Оның нәрсесін біз түсінбейміз да, негізі қайта келуін. Ал өрде бір адам баласының жүрегі қалып кетеді ғой шынымен. Өзіңіз айтпақшы, бір барған адам 1000 барсам, 1000 барған адам жаңағы бармаған адам 1 рет барсам деп айтады. Иә. Тура сол сияқты. Жауап қанағаттандыра алдық па? Өте жақсы айттыңыздар. Жаңа айтып жатыр ондай дүниеге, мал мүлікке қарамайды, Алла шақырса деген сияқты. Мен ұстаздар сияқты әңгіме айта алмаймын да, бірақ өзім басым өткен да. Жоқ, мен ұстаздар сияқты айта алмаймын, бірақ шынымен жаңа айтқан сөзіңіз жануар. Егер шынымен ниет етсең, Алла Тағала шақырады. Мен 7 ай дұға еткем ғой. 7 ай дұға еткем. 7 ай дұға еткем. Сол кезде бір тиынсыз ниет қажылық компаниясымен ниет пакетімен келгенмен осы умраға ше. Ең бірінші ойлаңызшы, кәдімгі 7 ай дұға еттім, бір тиынсыз, бір кәсіпкер алды, танымаймын ол кісіні вообще. Тұрды да жібере салған ғой. Осындай негізі ниет қой, иә? Мен саған бір осы жерде қызын айтайын. Мына кісінің инстаграмын көріп қаламын ғой. Ана өзінің несіне репит етіп қойғанда. Жұмыстан шығып келадым дейді. Үсті басым май деп ше. Түнде. Иә. Ол емес ол. Жоқ, маған бұл кісінің өткен сөз андай да. Уверен айтып тұр да. Иншалла мен мына жасымда мынанша ақша табам, мына жасымда мен анамды апарам, мен мына жасымда мынандай істеймін дейді да. Соны ол кезде танымаймын бұл кісіні. Әлі бізге келген жоқ кезің ғой деймін, қателеспесем. Кейін барып хикмет келген кезде көремін оны кісіні. Бекарыс па деп ше. Шынымен сол айтқан нәрсесіне Аллах Тағала сол ниетіне сай ғой жаңағы. 7 ай дұға еттім деп жатсың ба? Ниет деген негізі үлкен нәрсе ниет, машалла. Негізі ұстаздар толығырақ айтар, бірақ менің жалпы жаңаға қатысты айта салайын, дұғаның мәселесі ұстаз. Ең бірінші мен Ерсін ұстаздың 2 ай сабағын тыңдағам, қажылық жайында 2 сабағы бар. Кәдімгі жаттамаған уағызды датабы ұстаздың даусына дейін салып ғой. Күнде тыңдай бергеннен кейін ұстаздың даусына дейін салып алғанбыз. Ақырында жаңағы Ерсін ұстаздың дауысын салып жіберші деп өз Ерсін ұстаздың достары біраз кішкене мазамды алған. Сол кезде ойбай, ол кісіге жету. Сол кезде мен ең бірінші барған кезде айтқаны, ең бірінші қағбаны көрген кезде, ұстазына айтқан, ең бірінші қағбаны көрген кезде жыл сайын келуді сұра деп ше. Жыл сайын. Сол кезде ең бірінші келген кезде, мен қағбаны көрген кезде менен сынақтармен бардым, оны кейін айтып беремін қызықтың бәрін. Сол кезде сұрадым да, бірақ содан бері Алланың қалауымен 2017-де білмеймін не екенін, бір қателігім шығар, бір нәрсем дұрыс болмаған шығар, 2017 бармай қалдым. Одан кейін бір жыл тастамағам. 21-де карантиннің кесірінде тоже бармай қалдым. 20 ең соңғы шықтым, карантин басталардан алдым. 21 карантин себепті бармай қалдым. 22-ден бастап Алланың қалауымен гид болып кеткен соң ғой, 22, 20. Сонда мен 17 мен 21 бармаппын. 2015-тегі дұғаның несі да? Иә. Мен Алла деймін ғой. Сосын ақырында жаңа жыл сайын келіп жүрмін өзім. 18 келдім, 19 келдім. Ихтикафқа бір жыл жаңағы осы сәт пайдаланып айтып кетейін. Ниет қажылық компаниясында бастау деген ақша жинау арқылы бастау деген жаңа жоба шықты. Енді жыл Рамазанға баратын болсаңыз, дәл қазірден 20 мың, 10 мың теңге, 30 мың теңге ақшаңыз жинау арқылы енді жылға дейін жиналып қалады. Өйткені ол мен басымнан өткен. Мен бір жыл Маруфқа ол кезде Маруфтың шотына салып отырамын ғой. Өзімнің Каспийіні білмеймін, есімде жоқ. 10 мың теңге 530 мың теңге жинап, Рамазанда ихтикафқа барғам. Жыл сайын сосын уже жыл сайын барам. Маған бір басқаша бір нәрсе керек уже. Сөйттім де Аллахым мен жыл сайын қалдырмаш, не болса да қалдырмаш. Сөйтіп 2022-де сұрап гид болып шығып, ақырында қажыларға қызмет ете бастадық. Алхамдулилля. Бұл ниет компаниясының жаңадан шығарған программасы деп қойсақшы. Бастау. Бастау. Жаңа өміріңіздің бастауы деп қойсақ. Машалла. Альхамдулилля, әдемі жауап бердіңіздер негізі. Машалла. Зор жауап береміз. Енді Сен сияқты бағалайтын адам болмаған ғой. Кофе бар қазір. Альхамдулилля. Енді андай тағы бір сұрақ туындайды енді. Айтып жатырмыз умра деп жаңағыдай умра деген не екенін түсіндіріп өттік. Альхамдулилля, ұстаздарымыз әдемі айтты, өзімізде өмірден қосып айтып жатырмыз. Енді тағы бір сұрақ туындайды. Мақұл, умра түсінді, адамдар ниет етті умраға. Енді келесі нәрсе, умраға ең бірінші не керек? Былайша айтқан кезде, мақұл, қаражат жағынан емес, былайша айтқан чемоданға андай нәрселерді салу емес.
умраға ең бірінші не керек? Ұстаз көп сөйлейді екен сол кісі. Осы кісі енді мысалы Көп былай айтсақ сөйлеп жатыр да иә, просто. Сөйлесін осыны артына. сіз не істедіңіз мысалы умраға келу үшін ең бірінші қандай әрекеттер еттіңіз, немесе бір лайфхак дұғаларыңыз бар шығар былайша айтқан енді умраға бекарыстың айтып жатыр ғой мысалға умраға мен 7 айда қойттым дедім 8 ай дұға еттім деді. Менікі ондай болмаған. 2010 қанша 17 ғой 2017 мешіт универді бітіреміз нұрмар айтып бітіріп ауылда мешітте имам болып жұмыс жасаймыз. Бір ата сұрайды ғой әңгімеде отырып жаңағы ауызашар болды рамазанда айтады жаңа қажылық жайлы айтсайшы бізге дейді. Айтам өзің барғансың ба балам дейді. 50.000 теңге аламыз ол кезде жақсы айлық ол ауылда 50.000 теңгең болу айлық 2017-те ауылды жерде 50.000 теңге айлық болу нормальный ақша бұл семейный адам үшін. Сөйтсем айтамын ғой аға деймін ғой мен мына 50.000 теңгеден жинап деймін ғой жаңа қажылыққа барам дегенше бар ғой талай жыл деймін ғой деп айтамын. Менің ұмытқаным құдайдың құдіретін ұмыттым да. Алла көрсетті де маған қалай жібереді. Арада аз уақыт өтеді. Мешіттің төбесінен күмбезден су ағатын. Екінтінде азан шақырып, намазымды жалғыз өзім оқимын. Су ағатын жерге жаңбыр жауған, шелек қойып отырғанмын ғой қарап. Толса төгіп тастайсың отырамын. Сөйтсем жаңағы жігіт жұмаға келіп жүретін кісі болатын. Шотикпен жетіп келеді. Ассалаумағалейкум, Еңбеке, қалайсың? Жақсы, не істеп отырсың? Айтасың ғой, байлар келген кезде көрсетесің ғой, ананы күтіп отырмын, жасамайсың ба деген нәрсе ғой. Сөйтіп, жасаймыз ғой. Не өзіңіз не істеп отырсың? Анау, біз осындай баяғыда біз умраға барған едік, әңгіме бастап кетті өзінен өзі. Кімдермен барған? Бір танымал жігіттермен барған. Құдай аузыма қайдан салғанын білмеймін ғой. Енді біз назария дейміз ғой, былай ауыз жүзінде былай білім бүйтіп не ретінде білгенменен практикада көрмегенбіз ғой деймін. Бетіме қарап тұрды. Бұл ұстаз дайындалыңыз дейді. Осы Рамазанда барасыз бұйыртса дейді. Арада 2 ай өтіп кетеді. Сенген жоқпын. Өйткені айтып тастайтын адам жетеді ғой. Біз қатырамыз. Тем более гитарда барған елге барғасын хабарласамыз деген. Үйреніп қалған нәрсе ғой, елге барғасын хабарласамыз. Жарайды, айтады кетеді. Көңілің қалмасын деп айтатын адам көп. Енді имам деймін. Рамазанда жетіп келіп тұр ғой. Паспортыңыз дайын ба, кеттік дейді. Бір тиын жоқ. Алдыда 2017-нің Рамазанында Алланың қалауыменен неге жіберішті. Соңғы иғтикафқа апарады. Көзім сол көзі жетті ғой. Дедім, Аллах мені кешірші дедім да. Оны айтып отқан нәрсе мынау да, біз ниетті де дұрыстаймыз дейміз ғой. Ол Аллахтың беретін нәрсесі, кей нәрсе бар, кешігеді. Ол Аллах береді, кешігеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, дұға сәләсәтул хисал дейді, қабыл болады, 3 түрлі болады дейді. Біріншісі, Алла тағала дейді, мамин сұраған нәрсеңді береді дейді. Қалай сұрадың, солай береді. Ол сол нәрсе беріледі. Екіншісі дейді, ол бәдәл болады. Бір нәрсеге бір бәлаға дейді, жаңа қиыншылыққа, зиянға болады. Мысалға, мен сұраймын да Алла тағаладан. Оны Алла тағала маған бермейді, бірақ соның құнындай, соның көлеміндей бір жаманшылықты Алла тағала менен қайтарып қояды екен да. Ал үшіншісі дейді, ол қияметке қалдырылады дейді. Ол қияметте жаңа құл амал дәптерін өлшеп ашып жатқан кезде айтады дейді, мынау менікі емес енді я Рабб. Білеміз ғой өзіміздің күнделікте қандай амал жасап жүргенімізді. Мынау менікі емес я Раббым дегенде айтады екен ғой, сен мынаны сұрайтын едің ғой менен, иә сұрайтын едім. Иә, бермедім ғой, бермедім. Міне дейді. Мынау соның несі? Жауап дейді. Ғалымдар айтады, ең әдемісіне дейді. Осы дейді, ана қияметте таразыға өлшеп тұратын кездегі қиыншылық күнінде дейді, сенің қабыл болған дұғаңның жетіп келуі ең үлкен сүйінші дейді. Сөйтіп береді дейді. Яғни айтайын деген нәрсеміз біз ниет деп айтамыз, иә, ол ниет етіп Алла тағала кешіктіріп жатқан болуы мүмкін. Оған асықпау керек та, тастап қоя салмау керек. Менікі қабыл болмай жатқан шығар. Үмітсіздік, Аллахтың рахметінен үміт үзбеңдер дейді ғой Құран кәрім. Үміт үзілмейді. Соңына дейін дұға жасайды. Ол бәлки бүгін берілмесе, ертең бір сол қиыншылық соның көлеміндей бір зиян қайтарылып жатыр. Немесе қияметке Алла тағала қалтырып жатыр. Тіпті біз бүгінгі дүниеде мысалы бәлки умраға барып келіп жатқан жеріміз, бәлки жаңа бір дұғамыздың қабыл болғанына қуанып жатырмыз ғой. Бүгінгі күнде берілгенде, бірақ қиямет күнінде оның сыйы бар ма жоқ па Аллах біледі. Өйткені біз дүниеде алып қойдық та оны. Сол үшін әлі кешігіп жатқан кісілер болса дұғасы, олар да уайымдап кетпеу керек та. Менікі неге қабылмайды. Осы Алдияр ұстаздың айтқан жеріне жаңағы қияметтің күні адам баласы айтады дейді ғой.
жаңағы мынау менікі емес деп, жаңағы мен істеген амалдар емес деп таң қалып жатқан кезде аллах тағала ұсынады ғой, мынау сен менен бол, сенің есіңде ме осылай дұғаменен сұраушы едің ғой деп, мен бұның бәрін осы уақытқа алып қалдым деп айтады дейді да. Сонда сол адамның аузынан мынандай сөз шығады дейді, ғалымдар айтады, шіркін ай, бүткіл жасаған дұғам осы жаққа кетсе екен деп айтады дейді. Қараңызшы, егер дейді да адам баласы сол нәрсенің құндылығын түсінген кезде ол басым көпшілігінің дұғасын сол жаққа жасайды екен. Сосын мынандай сөз бар, автор нақты білмеймін, кімнің дұғасы, жасалынып жатқан дұғасы бар ғой, осы айтылып жатқан дұғасында ақыреті көп болса дейді, айтып жатқан нәрсесінде, ол нақты сол жақтың адамы дейді да. Ал кімнің дұғасында осы дүниенің терминдері, осы дүниенің құндылықтары көп болса дейді, ол осы жердің адамы деп айтады дейді. Қараңыз. Ойлап тұрсыңдар ғой іштен, дұғаларың есіңе түсер, мен сұрап тұрмын. Дұғаларыңыз ішіне жоқ, ақыретке деген бір не жоқ. Қараңыз, бұл сөзсіз тақуалардан шыққан сөз негізі. Мен бір жерден естіп қалдым, не оқып қалдым бұны. Бір нақты есіме түспей тұр да. Бірақ мені кәдімгідей түрткен сол нәрсе. Мен сонда мысалы дұғаларымда былай айтатын: Алла, бұл дүниеде сен не берсең де, бермесең де мен разымын. Бірақ мені қияметтің күні ештеңесіз қалдырма. Былай айтқанда, құр алақан болып қалмайын ол уақыт. Şimdi Бауыржан Әлі марқұм ұстаздың сөзі бар, естігенде шығарсыз. Сіз көп жанында жүрдіңіз ғой, машалла, шарапатынан бұйырған шығар. Сол кісі айтады ғой, имам Шафиидің сөзі бар дейді. Мүмкіншілігінше дұғаларыңда мына сөзді ұмытпаңдар дейді. Алла, қияметтің күні мені ешкім жоқ жерде таразылаш дейді. Ешкім жоқ жерде. Қараңыз. Ол жаңағы Алдияр ұстаздың несінен шығып жатқан сөз ғой. Әдемі келатқан сөзге кішкене тұздық болсын деп айтып жатқаным ғой. Ана кейде кеп тұрады, соны айтып қалмасаң ұмытып кетесің ше. Яғни негізі дұғаларыңда сараңдық қылмаңдар деген негізі хадис па? Дұғада да сараңдық қылмаңдар, білмедік, бірақ жоқ, жалпы или уағыздарда естіп қаламыз ғой біз. Бірақ шектен шығуға болмайды деген хадис бар. Абу Дауудта келеді. Жаңа қысқа бір екі нәрсені ғана сұрап, Алланың рахымын, бір кішкентай қалтамыздағы ақшам, жаңа ұстаз Нұрсұлтан ұстаздың ağzында естіп қоймын, Алланың рахымы қалтаңдағы бір 50 000 теңгеге салмашы деп ше, Алланың рахымы кең ғой, сұрасай деп ше. Біз элементарно, мен жаңағы уағызды тыңдаған себебім, біз сұраймыз ғой. Сонда жаңағы ұстаздың айтқан әңгімесі, ертең ақыретте сен қабыл болмаған дұғаң саған шапағат болатын болса, онда сен, мен қазір өзім ойлап отырмын да, намаздан кейін формально дұғаларым қалып қойғанда, кәдімгі өзіміздің жаттанды бір 5-6 дұғамыз бар. Біз ұзақ дұға қыла алмайды екенбіз ғой деймін да. Қабыл болсын болмасын, болсын болмасын. Сосын жаңағы ұстаздың әңгімесі, бір дұғалар момент қабыл болады, бір дұғалар жаңа араға 2 ай, менде тура осындай сәттер көп болған, бірақ ол үшін арнайы бір подкаст жалдамасаңшы, ол ұзақ әңгіме. Просто ана Бақытжан ұстаздың әйелі менің қабыл болған дұғаларым кітап емес, Қабыл болған дұғалар. осы өмірдегі деп настроение. Жаңағы айтыңыз ба, біз кейде аз дұға етеміз депші. Бір кісі айтады да, Арафатта дейді, адамдарды байқайсың дейді, біреудің дұғасы 5 минут дейді, біреудікі 10 минут, біреудікі 5 минутқа да жетпейді дейді, біреу мүлдем дұға етуді де білмейді дейді. Бір адамдар бар дейді, 2 сағат Алламен сөйлесіп тұрады дейді, даже 2,5 сағат, қаласа кешке дейін сөйлеседі дейді. Өзің ойланшы дейді, маған бір кісі айтып отыр, қажы, Аллах Тағала тәрбиелеймін десе, мысалы Мусаны кім арқылы тәрбиелеп қойды? Хыдыр арқылы. Тура сол сияқты ана кісі, ана қажы арқылы Аллах Тағала мені тәрбиелеп жатыр да. Яғни дұғада тұрақты болуды айтып жатыр. И сонда дұғада сөйлесу, енді былай айтқанда мінәжат қой енді. Сонда біз Құдайға дұрыста мінәжат айта алмайды екенбіз ғой кейде. Біздікі жаңағыдай, Алла осы дүниеде бер, ананы бер, мынаны бер, ақыретте айтыр, бүйтпе, сөйтпе деп жаңағыдай қысқа қайрат екенбіз да. Аллах Тағала өз айтты ғой,
менен сураңдар, мен сендердің дұғаларыңа жауап беремін деді. Енді сураңдар деген нәрсенің ішінде адам айту керек қой, мына бәрін, ішіндегісін бәрін. А бүгінде біз ішімдегіміздің бәрін Аллаға айта алмаған кейін қазір жүрміз ғой психологтарға айтып, жылап, ана шегеге тұрып деген сияқты. негізі өз-өзін таппай жүргендер өз психологтар тапқысы келеді дейді өз-өзін. Жазып қойсай бір жерге десе. Неше мен жаңа әңгімесін айта салайын деген Бауыржан Әлиұлымен шынымды айтқанда Алла рахымын алсын, сол кісімен 2016-та бірге қажылықта болдым. Сол кезде қажылығым менің Алладан сондай бір сұраған сәтім, Алламен кәдімгі Аллахым мені Қағбаға жеткізші, 2 күнге Қағбаны көрсетші деп дұғаларымның бір қабыл болған сәті болды. Сол жыл маған Алла тағала Қағбаны емес, Арафатты берді да. Арафатта сұрауды берді сол нәрсеге. Мен Алламен жаңа келісім болды да. Мен Аллахым, сен маған мына нәрсені істесең, мен мына нәрселердің бәрін тастаймын деген нәрсемен. Сөйтем да, сол жылы ғой енді. Келіп тұрмын қажылыққа. Бауыржан Әлиұлы, Құдірет, кеттік жүрді деді. Ол кісі миссиямен келген. Сөйтті де бүкіл компанияларға ол кезде кешегі сияқты комфорт жоқ. Біреу ана жақта, біреу мұн жақта. Біз енді осыда, шынды айтқанда, біздің 501-де жаттық қой бәріміз. Мына ескі, ондай емес ол кезде. Біреу ана 300-400 метрлік жерде, біреу мұн жақта. Енді Хидаят Нұр, бәріне уағыз айтып жағымыз. Күн ыстық. Жаңағы экономда 1 вентилятор, стандартта 2 вентилятор, стандарт премиумда 3 вентилятор болды. Кешегінде кондер жоқ. Сөйтіп ұстазбен уағыз айтып жүр, соңғы жағында нәпсім жайнап шырылдай бастады уже. Мен бұл кісі өзінің миссиясымен келіп тұр, жұмысымен келіп тұр. Мен Арафат сұрап келіп тұрған адам. Сосын айттым, ұстаз дедім, сіз өзіңіз жұмысыңызбен жүрсіз. Мен Арафат сұрағам Алладан. Арафат берді, енді дұға қылайын да өзіме десем. Құдірет, саған жарты сағат жетеді, даже 15 минут жетеді, 15 минуттан кейін дұғаң бітіп қалады деді. Қойыңыз дедім мен. Қазір көресің, контакт ақтарасың дедім маған. Бұл екісі ғой енді шынды айтқанда. Сөйтіп екеуміз қайтып баратынбыз, бәрі бітті, уағыз бітті. Екеуміз қайтып баратынбыз, ұстаз, байлық сұрайын ба? Сұрама, сенімен мен байлық көтере алмаймыз деді. Машалла. Ұстазым ғой енді, деп қойып сұрамадым сол жылшы. Сөйтіп бардым да, ұстаз екеуміз, мен мына жерде отырмын, сосын кішкене бір алыстау жерге барып соған отырайын дедім. Ұстаз анда жерде отыр, мен ана жерге бардым да, сұраватым, ұзақ сұраған сияқты болды. 15 минуттан кейін бітіп қалды дұғам. Шынды айтқан, жаңа әңгімесі ғой, дұғаны сұрап та білмейді екенбіз ғой ол кезде. Сөйттім да жайнап телефонды контакт аштым ғой, ұстаздың айтқан, ұстаздың маған ойыма салғаны ғой. Қазір телефон контакт контакттар есіңе түспей жатса, телефонды аш, контакттан қара да дұға қыла бер деп айтқан жоқ та ма? Контакт ашасың кәз сен көріп. Действительно, аштым да контакт ашып тұр, дұға қылдым ғой. Бірақ альхамдулилля 15 минуттық, жарты сағаттық уақытым қалса да, бүкіл дұғаларымның бір 50-60% қабыл болды. Основной сұраған нәрсем қабыл болды ғой. Альхамдулилля. Енді ұстазымыз әдемі айтып кетті. Жаңа түсінгенім, умраға ең бірінші не керек деген кезде ұстазымыз айтты, қажыларға былайша айтқан кезде кішігірім үндеу болды да, қолдарыңды Аллаға жаюдан қорықпаңдар, былайша айтқан кезде сұраңдар. Алланың құдіретінен былайша айтқанда махрұм қалмаңдар, айтыңдар, умраға барғым келеді, мені жібер деген секілді нәрселер, мені өзің шақыр деген сияқты. Андай типа құдіретін бағаламай қоймаңдар деп әдемі ұстазымыз бір қайырып, қажыларға былайша айтқан кезде әдемі түсіндіріп өтті. Машалла. Былайша айтқан кезде умраға бару үшін құрметті қажылар дұға, былайша айтқан кезде ұстазымыз айтты, дұға. Дұғада тұрақты болу. Дұғаны сұрау керек кәдімгідей. Дұға сұрау керек, одан кейінгі нәрсе ниет дұрыстау керек. Жарайды, бәрі барам деп ниет етеді. Дұрыс қой, Алла тағала нәсіп етеді. Қазір жеңілдесті ғой бұрынғыдай емес. Қазір жаңағы бағана басында айтып кеттік қой, қазір бұрын неғып қазір умраға көп бара береді деген нәрсе. Енді бұрын ойлаңыз, айлап жүріп барған жерге қазір 6 сағат. Кеше Иранда бір оқиға болған кезде айналып через Дубай 7 сағатта келді, мақұл. 7,5 сағат ұшып кетті. Енді 7,5 сағатта жетіп тұрсың Мединаға, немесе былайша Жиддаға, жанына тиіп тұрған. Енді сол 7,5 сағатта жетіп тұрсың, сол қиыншылықтың барлығын бүйтіп жеңілдестіріп қойды, умраңыз бүкіл жер кондер. Енді осындай нәрсе көбейді, тікелей рейстер ашылды қазір, барасыз, отыра саласыз, немесе через не дейді, Шаржа, через анау, мысалға арқылы кете бересіз, Кувейт арқылы. Енді сөйтіп жеңілдестіріп қойып жатыр, адамдар көбейіп жатыр. Неге? Қазір ашылып жатыр. Одан кейін қажылыққа қарағанда умраның несі жеңіл, қаражаты біраз жеңілірек. Сол үшін адамдар көп барады. Бұрынғыдай емес, жол жеңіл, көбейді, ашылды, сол үшін енді көп барады. Бірақ барғанның жөні екен деп емес, баратын кезде қажылардың ең басты қоятын нәрсесі. Мен не үшін баратырмын? Жаңағы сұрап жатқан кезіңіздің өзінде, Аллахым мен умраға жібер, мен қажылыққа жібер деп жатқан кезде, ол просто так барып қайтайын деген нәрсе емес.
Ол дұрыс емес негізі. Барып қайтайын. Жаңа айтып отырмын, мысалы таң намазының сүннетіне тұрдыңыз ғой сіз. Сол кезде сүннетке тұрғанда мәшін та сүннет оқиын деп тұрмайсыз ғой сіз. Оның құлшылық болғаны үшін да. Тіпті дұға жасаған көзіңізде дұға ибада дейді ғой. Дұғаның өзі құлшылық қой. Ал дұғаның қабыл болатын жерлері бар, қабыл болатын орындары бар. Мысалға Кағбаның жаны, мысалы хадисте келгендей, тавапта жүрген кез, Сафа Маруада, сәждеде, екі азанның арасында, мысалға зәм-зәм ішкен кезде сол жерге қатысты дұғаның қабыл болатын кездері бар. Сол бір артықшылыққа ғана нет. Бірақ ең басты мақсат не болу керек? Құлшылық болу керек. Мейлі ол намазхан болмауы мүмкін. 5 уақыт оқымайтын болуы мүмкін. Енді келіп жатқан болуы мүмкін. Тіпті атеист болуы мүмкін. Шын. Бірақ мен осы жаққа барып düzelем деген нәрсе болу керек. Міне, мынау менің жаңағы туралыққа бастайтын жерім болу керек. Өйткені бұл таухидтың отаны ғой. Туралықтың бастау алған жер. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям 13 жыл осы жерге Аллахтың бірлігін айтты. Алла тағала бекерден бекер қойып қойған жоқ жер. Сөйтті де сол жерге барып өзінің несін, иманын дұрыстап кету керек адам. Сол мен барып бірдеңемді дұрыстап қайтайын. Жарайды, күніге жасамасам да бір мезет болсын Аллахқа барып құлшылық. Бірақ мақсат не болу керек? Құлшылыққа бару керек та. Өйткені сіз ниетіңіз ол үшін бармаса, бекер шаршау болады. Біз енді бұл көп айтатын хадис, бәріміз біледі, айта салайық. Омардан жетеді ғой, енді имам Науауиде де жаңа келеді. Иннамал аъмалу бинният, бұл хадисті бәрі біледі ғой. Амалдар ниетке байланысты деген хадис, амалдар ниетке байланысты дейді. Осыдан кейін бұл хадистің айтылу себебінің өзі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям кезінде болады. Сахабалар қоныс аударады ғой Меккеден Мединаға. Және алдында Эфиопияға аударады, одан кейін Мединаға қоныс аударады. Сөйтіп Меккеден Мединаға қоныс аударып кеткен сахабалардың ішінде Румман деген кісі болады. Румман деген кісі. Енді бұл кісі бұйрық келді. Алланың бұйрығы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның әмірі, жаңа сүннеті деп қоныс аудармайды. Мен бір дін жаным сақтап қалайын, мен бір дінді сақтап исламды көркейту үшін ана жаққа көшейін демейді. Румман деген кісіге жақсы көреді, әйелді. Ол ана сахабалармен бірге қоныс аударып кетіп бара жатыр. Соның көңілін аулау үшін Меккеден Мединаға қарай жолға шығады, ана керуенмен бірге, көшпен бірге. Енді қараңыз, 450 километр ғой екеуінің арасы, солай ғой. Мекке мен Мединаның арасы 450 километр дейміз. Сол 450 километр қазіргідей пойыз жоқ, 2 сағаттық. 8 сағат жүретін кондер бар, автобус жоқ. Оның өзін қиын көреміз ғой осы ғасыр. Такси тұрған жоқ, 5 сағат жүретін. Не істейді? Жаяу атпен күннің ыстығында жолдың азабын шегіп отырып, 10 күннің үстінде жүріп отырып не істейді? Мединаға жетеді. Ал енді Мединаға жеткен кезде сахабалардың арасында мынандай сұрақ туындайды ғой. Мынаның халі не болады дейді. Құдайдың алдында мынаның халі не болады дейді. Не үшін не сұрайды оны? Неге бұл сұрақ туындап отыр оларда? Қиыншылық көрген бірдей ғой, машақат. Біз Алла үшін дейді, оларды Алла Тағала Құран кәрімде мұхажирлер деді ғой, мен үшін қоныс аударғандар. Ана Ибрахимнің аятында Алла айтқады ғой, енни мұхажирин иля рабби, мен Раббыма қарай қоныс аударып бардым. Бұлар сондайлар ғой. Аллахтың бұйрығы үшін қоныс аударып кетіп бара жатқандар ғой. Ал мынау солардың қатарында, бірақ тура солар көрген азапты көріп отыр ғой. Олар шөлдесе шөлдет, олар далада қалса қалды, терлесе терлетті. Бірақ іші басқа. Махаббат басқа, жаны басқа. Сөйтіп келеді де бұл сұрақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям келгеннен кейін сұрайды ғой енді. Мынаның халі не болады дейді ғой Нашир. Біз көрген азаптың бәрін көріп байқұс. Бірақ ниеті басқа. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жаңа хадисте айтады ғой, амалдар ниетке байланысты. Кімнің ниеті Алла және оның елшісі үшін болатын болса, оның қоныс аударуы Алла және оның елшісі үшін болады. Яғни Аллахтың бұйрығы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сүннеті үшін болған. Ал енді кімнің қоныс аударуы дейді? Имраатан янкиха, бір әйелге үйлену үшін болса, бір дүние табу үшін болатын болса, фахижрату ма нава дейді. Оның қоныс аударуы не істейді дейді? Сол ниет еткен нәрсесіне қарай болады дейді. Ол бәлки сол әйел үшін болуы мүмкін, қол жеткізу мүмкін. Немесе бір дүние үшін болып сол жерден етті, сол дүниесін табуы мүмкін. Бірақ Аллахтың алдында не істей алмайды? Сый ала алмайды. Ал сол үшін айтайық деп отқанымыз, біздің Меккеге немесе Мединаға баруымызбенен ол умра өтеліп кете бермейді. Немесе біз оның сауабын өтеп кете бермейміз. Біз Кағбаны 7 рет айналсаумен шешіліп кетпейді әңгіме.
яғни бұл жерде құндылығы деп отырсыз ғой, иә? Мына жақ құлшылық болу керек қой. Аллахым, маған сенің қасиетті таңдалған жеріңде Кағабатуллаңның жанында құлшылық қылуды нәсіп ет. Маған пайғамбарларыңның жүрген жерінде жүруді нәсіп ет. Маған көзім көрмеген, маған көру нәсіп болмады. Көзіммен көру, көп физикалық тұрғыдан. Бірақ жүрегіммен, жаныммен сүйетін, жанымнан артық болған пайғамбарымның жүрген жеріне барып, сол жерде құлшылық қылуды нәсіп етші деген ниетпен болатын болса, ол онда құлшылық қой. Олай баруының өзі құлшылық та. Ал барып қайта салайын, кім бармай жатыр деген болса, ол құлшылық деп айта алмайсыз ғой. Ол саяхат болып кетеді. Бір көреді, көз ашады, жарайды. Мекке осындай қала екен, Медина осындай қала екен. Осы жерде Алдияр ұстаздың жаңа сөзі бар ғой енді. Негізі шынымен қазір қоғамда да көп сондай бір ауыр сөздер бар. Қазір ес білгеннің бәрі Меккеге барып кетті. Мекке, Медина Дубай сияқты болып кетті ғой. Ол жақта бір не тауып жатсыңдар барып деп. Енді сондай бір қитұрқы сөздер бар. Жаңағы айтқым келгені, сіз айтқандай көп ойлайды екен, ол жаққа тек қана намазхандар барады деп. 5 уақыт намаз оқитындар, Құран оқитындар ғана барады деп түсінеді екен. Өздеріңіз білесіздер ғой, әрқайсыңыздың тобыңызда болды. Жоқ дегенде топтың ішінде 3-4 намаз оқитын адам болады. Қалған бәрі енді тайталап келе жатқан кісілер мысалы. Папасы, мамасы, ағасы, қош жіберген інісі, сондайлар келеді. біреу махрам болып келіп қалады әйтеуір бір әпкесіне ше. Сонда енді сөйлесесің, жаңағы пікір алмасасың үлкен кісілермен, апаларымызбен, аталарымызбен мысалы. Сонда сөйлесіп, жаңағыдай айтады да, балам, біз көрмегенде көрдік қой. Мысалы, жасымыз 70-тен асып кетті. Соған да шүкір, Аллах Тағала бізді осы жаста әкелгеніне деп жаңағындай бір шүкірлігін айтып жатыр да. Бір апамыз кейде жылап қалатын, мысалы. Мен тобымда бір апа болды сондай. Көңілі сондай бостандай. Осы шақта айтып бастаса болды, өзі жылай береді жаңағыдай. Аллаға рахмет айтамын дейді да. Не үшін деген кезде енді ол кісілер Голошекин, Колгин көрген кісілер ғой. Аллах Тағала сол зұлматтың арасында араластырып жүріп, бізді Құдайды ұмыттырғысы келген адамдар болды дейді да. Бірақ мен тіліммен ұмытсам да жан дүниемнен ұмытқан жоқпын Құдайды дейді. Құдай менің сол жан дүниемнен ұмытпағаным үшін бір сыйлап алып келген шығар дейді. Қараңыз. Сонда 80 жастағы апа кәдімгі ойландырып қойды негізі. Сонда мынандай нәрсе менің ойымда мынандай бір қорытынды шықты да. Егер Аллах Тағала сол кісілерді, мысалы сол замандағы 80-90 жылдағы сол Колвин көрген замандағы адамдардың сондай бір қателігі себепті Аллах Тағала ұнатпағанда, бұл дүниенің бір нығметін көрсетпес еді ғой. Алла әрбір адамды өз мейіріммен, жаңағыдай ахсанул холиқин дейді, біз сендерді ең керемет, жақсы күйде жараттық дейді. Және адам баласын құрметпен жараттық дейді. Егер Аллах Тағала біздің күнәміз арқылы, немесе жаңағыдай бір қателігіміз арқылы бізді жек көріп кетсе, онда біз бұл дүниеге де келмес едік та. Сонда жаңағы аяттың несі ғой, Аллах Тағаладан ешқашан күдер үзбеу. Ла тақнату мин рахматилла дейді, Алланың рахымынан ешқашан күдер үзбеу. Сол себепті үлкен жастағы кісілердің ішінде сол болады екен бәрібір. Алладан үміт деген нәрсе қазіргі жастарға қарағанда ол кісілерде кәдімгідей бекем да. Сенім деген нәрсе сонда бір биік дәрежеде жүреді. Неге десеңіз, өмірде кейбір амалдарды істеген кезде байқамай бір білмей қалып істеп қалады, сол кезде кәдімгідей түрлері кетіп, жылағысы келіп, ұстаз енді менікі қабыл болмай қала ма, енді менікі дұрыс емес бола ма, мен Алланың алдында күнәһар болып қалдым ба деп кәдімгідей уайымдайды ше. Кейбір адамдар көрсең айтпайды да ғой. Негізі умрада неңді жазаңды айтпау дұрыс емес қой. Істеп қойған жазаңды айту керексің келіп. Оны демей жүре беретін адамдар да болады. Сол үшін умраға баратын адамдардың басым көпшілігі намазхандар емес. Басым көпшілігі Алланы танитындар, бірақ Аллаға жақындау жолында міне тайтайлап келетін кісілер ғой. Яғни ол ондай ойдан алыс болу керек. Тек қана намазхандар барады деген ондай түсінік жоқ. Жақын жүрген 90-ға келген аталарымызды көрген кезде кәдімгідей бір жымиып қаласың. Шынымен ғой, негізі арғы дүние мен осы дүниенің аяғында бүйтіп тұрған кісілер. Бірақ үміт та,
бәрібір үміт бар. Сол үміт жетелеп алып келген ғой, былай айтқанда іштей. Осыда менде бір қария кісі болды осы неде үлкен қажылықта. Сол кезде екеуміз әңгімелесіп келатырмыз, кеше инстаграмға салып, сол кісі айтады да, мен дейді жас балаларды көрген кезде дейді, жастарды көрген кезде кәдімгі тебіреніп кеттім дейді. Біз баяғыдан қалып қойған нәрсе ғой енді, бұл қажылыққа келу үшін бір кәрілікті күтпеу керек екен дейді. Ана сөзді қарашы, кәрілікті күтпеу керек екен дейді. Жас кезде құлшылық, жастарды көрген кезде денем діржіп, аналар жастар ғой енді, ол шаршамайды. Ол кісілерді мен неше күннен бері алып жүрмін, менен ыңғайсызданады, маған сауап керек, мен шамам келгенше қызмет еткім келеді, олар менен ыңғайсызданады. Бірақ сонда да екеуміз кетіп барады деп айтып жатқан түрі ғой енді. Мен қатты тебірендім дейді, Құдірет, кәрілікті күтпеу керек екен дейді. Құлшылық кәрілікке арналмаған екен дейді да. Шынымен де сол кезде тұрдым, Алла дедім, менің сол 2015-тен бастап қай кезде намазға келдім, солыма әуелі Алла, сосын сол бір атамның, апамның бір дұғасы ғой. Біз қазір жасап жатырмыз ғой, Алла бізге хайырлы бір ел үшін, жер үшін қызмет ететін бір ұрпақ нәсіп ет деп бәрібір дұға қыламыз біз. Өзіңді ғана ойламайсың ғой, бәрі отбасы. Сол сияқты сол кісілердің дұғасы біз қазір да ортада бір буын, менің мысалы әкем әлі намазға келген жоқ, бірақ ортада бір буын қалып қоюы мүмкін да, одан кейін дұғасы маған келіп тұр да, сол атамның дұғасы екенін мен сразу білем да. Өйткені оның қолында өстім. Сосын ана кісі қарап тұрып кәдімгі бір түрлі болып қалдым. Бірақ андайда жаңағы Серікболсын айтпақшы, бәр нәрсені четко істегісі келеді. Өзі жаңа кісі, Қытайдан келген кісі, апамыз екеуі кәдімгі жұмысты адалынан істедім дейді. Қай жерде болса да маған не нәрсе бұйырылды, қалай жасау керек бұйырылды, мен тура солай жасауға тырыстым дейді. Дәл солай қажылыққа да ақшаны жинадым дейді. Пенсиямды жинадық әйеліміз екеуміз. Барлық нәрсені ысырып қойдық дейді. Мынаны ысырып қойдық та, ешкімге көмектеспейміз. Өзінің 3 қызы бар, мен сұрай алмай жүрмін ғой. Кей кезде пендем ғой, шаршап кетемін ше. Сөйтіп, ата мен апамды алып келгенде бір бала жоқ па еді деп ше. Сөйтсем 3 қызы бар екен, ол жоқ. Өзім айтып жүрмін ғой, ата-анаңды жіберетін болсаңдар, міндетті түрде гидтің мойнына асық қоймаңдар. Міндетті түрде балалар алып келіп сауапты өздерің алыңдар деп айтып жүргеннен кейін ана сөзді маған тарс ezіп әкеп келді да. Одан кейін айтпайтын болдым. Қыздары барлар тұрмысқа шығып кеткен, баласы жоқ қой енді деп ше. Сол кезде түсінген. Сосын анау маған айтады ғой, Құдірет, ертең біз мынаны бүйтеміз, мынаны сөйтеміз деп айтып қояды ғой. Болды, ертесін азында сақтай болып басында тұрады ғой. Күтіп тұрады сен. Сосын мен айтамын ғой, ата, маған дұға қылыңыз деймін, әкеме дұға қылыңыз десем, болды, дұға қыламын деді. Сосын ертесіне маған айтты, Құдірет, ана неге барып қайтуға қорқады, адасып кетемін. Құдірет, кеше саған уәде бердім ғой дейді. Не дұға қыламын дейді. Иә, жүр мен апарып кел қағбаға дейді. Машалла. Шаршап тұрмын, ата, может ертең деп ше. Мен саған уәде беріп қойдым ғой дейді. Тыпыршылап жүр да, анау дұғаны жасап тастау керек болып тұр ғой тез ше. Ойлап минада линия жоқ. Мен айтамын, үлкен кісілердің бір алатын қасиеті барлық нәрсені дұрыс істедім ба деген нәрсе жүреді. Біз ана индонезиялықтарға, малайзиялықтарға бүйтіп не айтса соны істейді, қарап таңғалып жүреміз ғой. Жоқ, біздің қарияларымызда сол нәрсе бар. Біздің жастар енді біз өзімізбен ертең келе салам ғой деген нәрсе тұруы мүмкін да, оларда ол нәрсе жоқ та. Ол пенсиясын жинап алып келіп тұр да. Пенсия бар, еще олар жаңа кезекпен келеді ғой. Бізде қазір қажылыққа мысалға 5000 квота берсе толтыра алмай жатыр ғой. Оларда кезекпен келеді. Бірақ енді Алла қаласа алдағы уақытта, Құдай біледі, 5 жылда 10 жылдықта біздің Қазақстанда сол нәрсе келеді енді. Уже жазылмасаң, бақ, қажылыққа бір жыл бала алмайтын болады. Ол келе жатыр. Оның жаңа сөзіңіз аузыңызда ғой, жаңа айтқан нәрсеңіз үлкен кісілер емес, айтып жатыр, жас кезде келу керек екен деген нәрсе. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хадисінде келеді ғой. Ана қияметте Аллахтың көлеңкесінде болатын 7 топ деген бар ғой. Сол кезде не дейді? Жастық шағын құлшылықпен өткізген деп айтады. Алла жолында өткізген жас дейді. Ол қияметте жаңа Аллахтың көлеңкесінде болатын топтары. Ал үлкендерге қарағанда жастық шақ, тіпті не Мукашафатул Құлубта келеді ғой, имам Ғазали айтатын нәрсе бар. Жаңағы Алла тағала дейді 3 кісіні кешірмейді деп айтады ғой, хадисте келеді. Сонда шейхуззан дейді, үлкен күнәһар, зинақор үлкен қарт деп айтады енді. Зинақор қартты кешірмейді дейді. Соны түсініктеме беріп жатыр. Сонда зинақор қартты кешірмейді деген қалай сонда? Енді мына жақта айтып тұр ғой енді, Алла тағала тәубені қабыл етеді деп тұр, жалпы көп аяттарда бар. Тәуабур рахим, ғафиру замби қабил тәуб. Неге бұлай деп тұр деген нәрсе келгенде айтады ғой. Жастықта дейді нәпсі бар ғой.
күш бар, қуат бар дейді да. Оның кетуі уақытта, бірақ қарттықта дейді да. Ақыл бар, әлсіздік бар ғой дейді да. Ол қарттың шақуаты жастікінде емес қой дейді да. Оған шақуатыма сеніп еріп кеттім деп айту себеп болмайды дейді. Ал енді құлшылыққа келген кезде де тура сол нәрсе бар да. Қарттықта жасаған нәрсені жастықта жасай алмайсыз. Жаңа Кағбаны күніге 3 рет тауап немесе 2 рет 1 рет жасауға кей кісінің жағдайы жете алмайды. Сіз апарған кісінің өзі қараңыз. Ол қалады да бәлки күніге 1 рет Кағбаны айналуға. Бірақ күніге сізді айналуға сізді қинағысы келмейді да. Ал жас болса не істейді? Өзімен өзі кетіп қалады. Жаңа қызық, осы жыл қажылықта болған нәрсе ғой. Жаңа Мединадан неге кетіп бара жатырмыз ғой? Біз 2 күн өттік қой неге? Меккеге. Мен группамда Алланың қалауыменен 88 жастағы апа болды. Оның балаға келінімен ұлы алып жүрді. Басқа 67 жылғы бір тәте болды. 65-те ме 60 жылғы бір аға болды. Қалғанның барлығы кілең жастар болды. 82-84. Кілең жастар. Группаға отырдық, пойызға отырғаннан кейін жаңағы тәлбиеға айтқызып жатырмын ғой. Ләббайк Аллахумма мутаматтиған бихлал хадж. Осылай айтыңыздар қажылыққа мен бірге умраны өтеуге деп ниет еткізіп жатырмын. Өйтіп отырмын. Группа өзі 2 вагонға отырып қалған біздік. Сөйтіп айтқызып жатсам, ең артында біздің вагонның ең артында ана бір орындықтан болады ғой. Сол жақта бір түрік әйел, мына жақта күйеуі отыр екен. Ана түрік әйел маған бүйтіп қарап отыр. Мен жаңа қажыларға ниетін айтып, 5 минутта өтіп кетеді шекарат миқаттан. Ниетін айтқызып, енді лажы болса намаздарыңызды отырып оқи беріңіздер деп. Сөйтіп айтып болып отыр, бір уақытта маған қарайды да. Нередесіз деп айтады да. Қай жақтансыңдар сендер дейді. Қазақстаннан деп сөйтем. Шамал білем ғой, кинодан көрген түркшемер дейді. Сөйтіп айтам, көншерім дедім. Дейді, сен қайдансыңдар дейді, Қазақстаннан, машалла, не дейді? Қарайым дейді, сіздерде жастар ғой дейді, қажылықта дейді, сіздерде жастар ғой дейді. Келесі дейді, вагон біздікі дейді. Қарадым ба, бар. Кілең 60-тан жоғарғы кісілер. Ана, айтып отқаным мына нәрседе, сендерде болашақ бар дейді. Сол жастар ертең өседі. Бұлар бүгін баратта ертең немере тәрбиелейді, бала тәрбиелейді. Ол барған біреу болмасын, бір жерде болмасын, бір әңгімесін айтады, бір нәрседен туралады. Сосын жаңа бізде көп нәрсе ойлайды, бағана серікбосында айтып қалды ғой, жаңағы бір сөз бар, неге бара береді. Сосын танымал кейбір тіпті күнә жасап жүрген адамдар, мысалы күнәсі ашық біткен кісілердің өзі барады, сөйтіп енді о жақты ойыншыққа айналдырмау керек шығар. О жаққа барып күнә жасап, о жаққа барып ұлттылдықты дәріптеудің бір керегі жоқ шығар. Ақиқатында сол жерге барып мысалы кимешек киіп деген сияқты. Бірақ не керек? Бара беру керек. Мен де бұрын солай ойлайтынмын. Бір рет келдің болды емес пе? Шын, мен де сол салада сол жерде жүрген ойлайтынмын. Бір рет келдің болды жетеді емес пе? Бірақ бір адамның өзгеруі үшін сен барғанда бір нәрсені тастап келетін кездер болады екен. Яғни бір бару жеткіліксіз дейсіз. Бір жолда бір сөзбен тиімді алып кетпейді ғой. Бір барған кезде біреулер темекісін тастап кетеді. Бір барғанда біреу намазын бастап кетеді. Бір барған кезде Құран оқып кетеді. Тіпті біздің қазақтардың бәрінің ұялатын нәрсесіне, біздің қазақ қажылардың ең қиналатын нәрсесіне бәрі біледі. Мешітте отырмаймыз ғой біз. Мешіт бізді ұстай алмайды. Не үшін? Басқа түріктер, арабтар барады да бүйтіп 60-тағы 70-тегі кісілер бүйтіп Құранын оқып отырады. Біз Құран оқи алмаймыз. Сосын не істейміз? Мешітте отыра алмаймыз. Лажы тауап жасаймыз да, ателге тайып кетеді. Соны түсіндіреді да. Ал қазір жастар не істейді? Соны түсіндіреді да, ары қарай Құранын оқып барады. Ал кәдім Құран оқып жүрген апалар бар. Мешіттерде курсқа жазылып алған. Олар барады. Ниеті мынандай ғой. Бізде жоқ ол нәрсе шындық, олай көріп тұр. Барам дейді, 7 күннің ішінде хатым етіп кетуім керек дейді. 7 күндік пакетпен барады, ең. Хатым етіп кетемін дейді. Сол ниетпен барады, таңертең кетеді. Жаңа жылы киініп алады. Әл-Харамның ішінде өйткені не істейді? Сауап еселенеді деген сөз бар. Хасан әл-Басри айтады ғой. Бұл жерде жасалған әр амал не істеуді дейді. Енді ол кісінің итиқат қой. 100 000 еселенеді дейді. Соған сенеді, ол иман келтіреді. Ол ақиқатында солай. Өйткені Алла Тағала не дейді? Пайғамбар не дейді ғой? Сендер мен қалай деп ойласаңдар сондаймын деген не бар ғой? Құдси хадис. Ертең Алла Тағала оның сеніміне қарай иншалла 100 000 қылып береді. Енді ойлаңыз, ол бір хатым етіп кетсе қаншама сауап.
біз жасамаймыз, бірақ сөйтіп ниет ететін кісілер бар. Сөйтсе сондай құлшылық ниетімен солай ниет етіп барады. Яғни әр барғанда бір нәрсе өзгертіп отыру да жақсы да. Бірақ енді ана нәрсе де болмайды енді. Мен тек өзгеруім үшін тек қана Мекке керек деген да. Ол да болмайды. Сен тәубаң қай жерде қабыл болады, Аллах біледі. Меккеде жүріп те күнәда шектен шығып кетіп жатқан, діннен шығып кеткен адамдар бар. Меккеде жүр. Ол жердің тәуба қабыл болу үшін немесе дұға қабыл болу үшін ақиқатында жер не емес, бір шектелген нәрсе емес. Қай жерде болсаң да. Бірақ Мекке көбірек жәрдем беретіндей, енді қалай дейін, өйткені махаббат қой. Махаббат ең жақсы жерлер. Бірақ қарап отырсаң қызықта, Меккенің табиғат болмысына қарайтын болсаң қызық. Өз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи Меккеден шығып баратқан кезінде айтқан сөзі бар, қауымы шығарып жаңа хижретке кетіп баратқан кезде айтады, "Валлахи анта хаббуларда илайя" дейді. Сен маған жер бетіндегі ең сүйікті жерсің деп айтады. Сүйікті жерсің дейді. Алла тағала не істеді? Алла тағала не істеді? бүкіл адамдарға сүйікті қылып қойды. Туралықты бағыштайтын жерді осы жер етіп қойды. Оны сүреде не деп айтады? Инна ауалу бейтин удиа линнаси би Бакката мубаракен худал лил алами дейді. Әлемді туралыққа қою үшін берекелі Бәккада дейді. Адамдар үшін тұрғызылған алғашқы үй дейді. Яғни Кағбаны Меккенің көлемін не істеп қойды? Берекелі етіп қойды. Не үшін? Адамдарды туралыққа келу үшін. Ол Алла тағала сол жерді таңдап қойған. Яғни Аллахтың таңдаулы жері. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи сүйікті жер. Енді мен Аллаға иландым деген. Мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи артынан жүрдім деген кісі. Қалай ол жерді жақсы көрмейді? Ана Омар радиаллаху анху қайтып келе жатқанда айтады ғой. Аллахтың елшісі дейді ғой. Мен бірінші өзімді дейді. Одан кейін сізді жанымдай жақсы көремін дейді ғой. Не дейді? Өзімді. Сен әлі толық иман етпедің дейді ғой. Сонда айтады. Аз уақыттан кейін Омар радиаллаху анху не дейді? Ниетін туралап алып. Туралап алып түсінеді да сөзді. Не дейді? Сізді бірінші, одан кейін өзімді. Сол үшін сахабалар бүйтіп айтатын бар ғой. Әкенем сенің жолыңа фида болсын деп айтады ғой. Ата-анам сенің жолыңда құрбан болсын десе, жанынан жақсы көретін ата-анамның өзін, яғни өзім жанымда кешінде сенің жолыңа құрбан етемін. Яғни қатты жақсы. Енді сөйтіп жақсы көріп тұрған мұсылман ол жерді қалай жақсы көріп? Ол жерде дұғаның қабыл болуын қалай қаламайды. Сол үшін ол жаққа барғанда берілетін сауаптары, бірақ ниет не болу керек? Тек қана құлшылық болу керек та. Ол жаққа барып подписчик жинау деген дұрыс емес енді. Сол үшін қой бекарсыз. Жылату деген. Керемет айттыңыздар. Жоқ, негізі бір қажылар түсініп бүйтіп көріп отырған қажыларға өте мықты информация болды. Былайша айтқан кезде бірінші айтқан нәрсесі ұстаздың Тегін беріп отырмын. Алланың құдіретін шектемеңдер деді. Сұраңдар, береді Алла тағала. Оған бәріміз куәгерміз. Алланың құдіретіне ешкім шектемейді. Одан кейін ниеттерін туралаңдар деді. Мысалы, ниет туралы өте мықты барлықтарыңыз айттыңыздар. Алла разы болсын. Енді бұл умра деген ұлы сапар ғой. Жай сапар емес, Меккеге сапар да бұл. Дубайға, бір Түркияға сапар емес, ұлы сапар өміріміздегі. Осы енді ұлы сапарға әркімнің шақыртуы әртүрлі болады. Сол сіздердің группаларыңызда, енді сіздер адам алып жүрсіздер, қаншама қажыларға, Алланың қонақтарына қызмет етіп жүрсіздер, ерекше шақыртумен келген. Немесе бір осы умра өтеп жүрген кезінде бір ерекше оқиғасы болған қажылар бар ма? Немесе естеріңізде қалды ма сондай бір оқиғалар, анандай бір ерекше шақыртумен келіп, Аллаху акбар деп айтып жүрген кездеріңіз? Есіме түсіп тұрған, енді мен группамда болған жоқ, бірақ менің қатысым болды. Бұл кезде ертерек карантиннің алды. 20 карантин 20 болды ма? 19-да онда. 19-дың 3-ші айында уже жабылды ғой. Соның алдында болды. Қателеспесем, или 21-де. Мына жылынан қателеспесем, бірақ 20-ның 3-ші айында. Карантиннен кейін ма қателеспесем. Өйткені мынандай кісі болды, павлодарлық бір кісі болды, апа. Ол ниетті салды ғой деймін, ана мерей жолшы болды ғой баяғыда. Қайтыс болған деген. Тәте болды ол. Мынандай болады. Келеді, бұл кісі аурушаң кісі. Көп уақыт төсекте ашып ауырып жатқан кісі. Енді ауырып емделген ауырған кісіні білесіз ғой. Бүкіл қаражатын ауруға салады, Құдай сақтасын. Сөйтеді, сосын уже дәрігерлер үкімін шығарған ғой. Дайындала беріңіздер. Болды, қолымыздан ештеңе келмейді. Бұл кісі сөйтіп сұрайды екен, сөйтсе бір арманым бар еді деп айтады екен. Жолдастарына, достарына айтса, ол не десе, Кағбаға, Меккеге бір барсам дейді екен. Бұны сол жақта жүрген, сол жерде жүрген бір тоз әйел кісі, жағдайы жақсы кісі, тәте ғой, естіп қалады екен де, күйеуі екеуіне жолдама алып береді.
Меккеге. И қараңыз, таңдаған рейсін тікелей рейспен Жиддаға түседі. Сөйтеді, келеді, тікелей рейспен Жиддаға түсті. Кешкі сағат 10-да қателеспесем, сағаттың астында Монфик деген қонақ үйде мен күтіп алып кілттерін дайындап тұрғам. Сөйтіп кілттерді беріп жатыр едім. Бір жігіттер келіп бізге анау деді, соны бүйтіп беріп жатыр едім. Жаңағы гид болатын, гид келді маған айтты, мына кісілердің бірінші бере салшы, ауырып тұр деді, еще коляскада отыр. Енді түсініп тұрсың ғой жағдайын. Қолым дайын тұрған кілтті бердім, бөлмелеріне кіріп кетті, умрасын жасады. Сөйтіп сағат 12-де ме шығарып умрасын жасатты. Жаңағы кілтті мен алдым ғой, сол жерге менің нөмірімді жазады. Таңғы сағат 9-дардың көлемінде маған ресепшнден звондайды ғой. Осындай бөлмеде қажы ауырып жатыр дейді. Алам, қандай бөлме? Енді кеше кілтті мен алғам, кімнің группасы келгенін білесің. Алам да ана гидке шығам. Бұл қажың ауырып жатыр. Мен өзім сыртта қажылармен жүрмін. Экскурсияда ма жүрдім. Арада 1 сағат өтті ме, өтпеді ме, ресепшнден қайтып маған звондайды ғой. Ана арабтар айтады, инна лиллахи ва инна, Құранда да айтады, инна лиллахи ва инна илайхи ражиун. Сөйтіп айтты. Жаңағы біз Аллахтан келдік, Аллахқа қайтамыз ғой. Ана кісі жүріп кетті дейді. Қараңыз, жаңа тәтеміз қалай аңсады, ана тура жолға тура рейспен алды, түнінде үлгірді. Ол 12-де шықты деген сөз, сағат коляскамен жүрсе, сағат 4-5-те умрасын бітіріп келді. Аяғын жуып, ихрамнан шықты да, аяғын созып жатқан уақытында ауырды да, 3-4 сағаттан кейін қайтып кетті. Не деген Аллахтың несі да, соңғы деміне қандай сижда жасады мысалы. Аллахтан қалай сұрады, Аллах қалай дайындады. Әдемі сапар ең соңғы сәтінде өзінің үйін, дұғасы қабыл болатын жерді алды да. Меккеде Көп қалдырған жоқ та одан кейін. Біздер барамыз ғой, умрамыз жасап аламыз, қажылығымыз жасап аламыз, сосын айтамыз ғой, құрметті қажылар, қажылықтан кейін басталады, умрадан кейін басталады деп те. Бірақ келгеннен кейін шынымен де неше түрлі нәрселер кіреді ғой. Бірақ Алла Тағала ол кісіге ондай мүмкіндік қалдырған жоқ та. Алды да. Ол өзінің жағдайына салатын болсаң, жоқ. 2 адамға оңай емес қой, 2 адамға бірден кетуі да, мысалы, ауырып жатқан кісі. Қанша Алла Тағала уақытында тілеген. Бір құлға себепші қылды, алды да әкелді. Енді сол кезде қалай ойлайсың да, Құдайдың құдіретін қалай шектейсің енді. Айтшы. Сол кезде жаңағы жағдайы бар кісілер болса, барынша құлақ қағыс қой. Жағдай бар кісілер болса, жанындағы бауырларын сондай бір аңсап жүрген кісілерге себепкер болу керек негізінде. Себебі сіз арқылы Аллах Тағала бір үлкен молшылыққа, ол кісінің тура жолға келуіне бір себепкер болып қалуы мүмкін да. Адамның бағы бір сәтте дейді ғой. Бақ тұрады, бір сәтте таят кетеді мысалы. Қаншама адам бар, ата-анасын жібере алмай жүр. Қаншама адам бар, жақынын жібере алмай жүр. Мысалы ретінде біз өзімізде ойлаған жоқпыз бұл салада қызмет етеміз деп. Мысалы, баяғда мектеп оқып жүрген кезде мен өзім Арман ұстазы, Абдуғапар ұстазы көп тыңдайтын. Сонда Арман ұстаздың сөзі, жалпы айту стилі маған қатты ұнайтын. Иә. Сонда әлі намаз деген білмейміз, тек қана жұма намазға бар жоқ қой. Сол кезде жаңағы ла иляха иллаллах деген кириллицамен жазып берген кезде, ойбай, мен арабша білейін деп, кәдімгідей тырсылдап соны жаттап айтып жүрдім. Сөйлескен кезде құл хуаллаху ахад деп. Кәдімгі арабша сөйлеген сияқты. Содан жаңағы ішімде тыңдап жатып уағыздан кейін бүйтіп айтатын, мен Алла осы кісі сияқты бір керемет сөйлейтін адам болсам ғой депші. Просто сөз. Қараңыз, арада қанша жыл өтіп кетті? 20 жыл дейінші енді. 16 жасымда Аллах Тағала маған осы үлкен ислам құндылығы деген сыйды берді да. Қазір қарап тұрсаңыз, сол ұстаздардың қызмет еткен жолында біз де жүрміз. Мысалы, менің негізі салам бөлік қой. Мен негізі спорт саласының маманы болғам. Бывший пожарникпін. Бірақ Аллах Тағала ерекше алып келген да. Сонда Бекет атам білесіз ғой, орынбасар ұстаз. Сол жерде шаңырақтан ең алғаш мен туалет жуатын
Ибрахим ұстаз алғашқы ұстаздарымыздың бірі. Құран жатты. Мен Құранға 1 аптада түскен. Сонда ана Мишари тыңдай беріп, Мишари ұқсап оқи беретін ма? Ана кісілер айтатын маған, сен үйтіп оқымақ қойшы, даусың дәл келмейді депші. Жамағаттар ғой. Деп даусың бұзып жібере бересің бәрін дейді да. Сонда ана махаббат ғой, қызығып оқи бересің. Сонда туалет жуып жүрген бала қақтан білсін ертең мінберде сөйлейтін. Ойлаңызшы, мен ақылыма келмеген ол нәрсе негізі. Туалет жуып жүрген бала қақтан білсін қағбада қызмет ететін. Ұстаздардың шайын беретін, ыдыс аяқ жуатын. Мысалшы, түнде барлық мешіттен қайтқаннан кейін мешітте қалып, сонда әдет болатын, традиция. Есік құлтап алып туалет жуасың. Сөздеріне қайтасың. Ол жанынан жаяу келетінбіз ғой таң намазда. Дух деген кәдімгідей вагон ол еді, мысалы. Енді айтқыңыз келгені, әрбір адамның келу сәті керемет қой негізі. Бірақ мен әрдайым өзіме шүкір етем. Осындай Аллах Тағала бір үлкен бақ бергендігіне. Қазір жүре алмедік бір. Мысалда біреудің қайғысына себепкер болып, ата-анамызды жылап жүре алмедік. Спортсмендердің жолы екеу ақ қой негізі. Не бандит боласың, не ауылда тренер болып қаласың деген сияқты. Бірақ Аллах Тағала бізді ондай нәрселерден аман алып қалып, осындай бір ұлы нығметтер берген да. Сонда мен өзім алғаш 2019-да барғам. Университет 3-ші курс бітіріп, 3-ші курста мен диплом бәрін жазып қойғам. 4-ші курс басталады. Диплом бәрін ертеп қойғаннан кейін бір курс оқыдым да декабрьден кейін. Сөйтіп жүрген кезде Алланың қалауымен ойда жоқ та, в общем, Меккеге ұшып кетемін ғой. Бағлан аға бар ғой бізде. Сол бәкең мені алып жетектеген жоқ, былай қатты негіз. Просто тік көрсетті. Жоқ, ол мен жетектемегенде мен қайта рахмет айтам. Мен может әлсіз болып қалар едім. Сөйтті да бит көрсете салды маған. И мен ана жерде өзім картаны ашып, каждый нәрсені ізденіп, былай сондай бит не істеп кеттім. Кейін бір арада біраз нелер өткеннен кейін бір өзім отырып ойланам да. Мешіттің ішінде отырмын, қағаба қарап отырмын да. Бір кезде бір наяқтан келеді ғой бір өксік. Мен білмеймін не үшін жылап жатқанымды. Бірақ отырып алып қағба қарап жылай берем ғой. Өзім түсінбей жатырмын бірақ жылағанымды. Сөйтіп жылап болғаннан кейін мен айтамын ғой, Аллах Тағала, я Раббым, бұндай дәрежеде маған осындай нығмет беретіндей мен соншалықты не жасадым деген сияқты болады енді адамда. Мен ондай бір дәрежеге келген жоқпын ғой әлі. Сөйтсек жаңағыдай екені бұл Алланың өзінің бір үлкен сый екен да. Ойлаңызшы, кезінде арман болған, мысалы орынбасар ұстаз Меккеге барып келіп бір зәмзәм алып келген кезде бүйтіп тұрып ішетін еді ғой кәдімгідей. Бірақ Аллах Тағала кәдімгі күніге су ішкен ұқсатып, сол зәмзәм жанында жүрсін. Мешіттің қағба мысалда. Ойланам десең кәдімгідей бақты. Оны Алладан артық ешкім бере алмайды. Ал мен өзім білмесем, ойбай мен болайын дегенде бір ойда болған жоқ қой бізде. Алланың қалауы. Мен де осы мынандай оқиға болды. Уақыт жаз десең, мынандай болды. Менің ең бірінші Меккеге келуім өте бір кәдімгі немен басталды. Жаңағы басында айтып кеттім ғой, 2 ай Ерсін ұстаздың уағызын, қажылықтың 1-2 деген сабағы болатын. Соны бар ғой, Гуглдан бір нәрседен іздейтін, қазіргі Инстаграм ол кезде жоқ ше. Гуглдан Ерсін Әміре десең, сабақтары шығады, сол жерден 2 сабағы. Сөйтем да соны тыңдаймын, сосын ол жаққа баратқан кезде ол жерде жаңағы бал сататындар болады, оның құлшылығы емес бал сатып қайту үшін деген сияқты уағыздың ішінде бар. Хабиб бар ғой, біз Хабиб. Хабиб білесіңдер ғой? Иә. Балмен айналысатын сол жақта тумас ше. Соны ең бірінші көргенім ғой мен. Сол бәрін ол жаққа баратқан адам көмектесу керек, ол баратқан адам жаңағы бара жатқан қажы барынша басқаларға пайдасы тию керек деген нәрсені мен миыма құйып алғам. 11 адам шығып баратқан біздің өнер хандары, сосын Мәкең барған жоқ. Мәкең бірінші барып келді да, сендерге дұға қылдым деп дұғасын жасап, соның дұғасымен кетіп баратымыз 11 адам. Сөйтеміз да 11-ның бәрін кіргізіп жатырмын ғой. Кіріп
кіріп кет, бәріне кір, сен кір. Ең соңында қалып жатырмын мен. Оның басы жаңа Хабиб келеді да, осылай кетіп жатсыз ба, я бала алып кетесіз ба дейді ғой. Не нәрсе тыңдадым, сол арқылы маған келе жатыр сынақтар. Мен оны сынақ екенін пока білмеймін. Қазақстанға ұшайын деп жатырсыздар. Ұшайын деп жатырмын. Бірақ мен ана адамды ренжітпеуім керек деген уағыздың ішінде де бар тоже. Айтып отырмын ғой, жаттап алғанмын любой нәрсені. Так, уағызда мына нәрсе келді, міне алдымнан келіп тұр. Көмектесу керек, алдымнан келіп тұр. Ақша жағы қиын болуы мүмкін, бірақ ол да келіп тұр. Бәрі келіп жатыр. Сөйтемін да Хабибке айтамын, қазір мен келемін, сосын аламын деймін ғой. Мен келгенше ол басқа біреуге беріп жіберетін біліп тұрмын ғой. Сөйтіп келсем уже Сырымбет па біреуіне іліп жіберген. Оның да ниеті мықты болып тұр ғой енді. Маған берсе ұшпай қалатын еді ғой Миода. Сөйтеді да бәрін 10 адамды өткіземін да 11-ші өзім тұрмын ғой. Деп кәдімгі өксіктеген. Сөйтемін да өтейін деп жатсам, паспортыма қарайды, түріме қарайды, паспортыма сезе бастадым бір нәрсені. Ол адам, сіз даже аэропорттан қалып қойыңыз мүмкін деген уағыздың ішінде бар. Басталып кетті ме не? Уже басталып кетті ма деп тұрмын ғой. Уже ана түріме қарап, сіз ұша алмайсыз дейді ғой. Анда-мында кетіп қалады. Келеді, звондайды. Бір нәрсе не болып жатқанын түсініп тұрмын, сезіп тұрмын. Сөйтіп та маған қарайды, сіз ұша алмайсыз дейді ғой маған. Мен қалай ұша алмаймын? Сіздің паспортыңыз ұрланғандардың қатарында жүр дейді ғой. Қалай ұрланғандардың қатарында жүр? Сөйтсем мен 2011-де Москваға барамыз біз жұмыс бойынша. 20 күн сол жақта боламын. Сөйтем да, ол жақта удостоверение жоғалтамын да паспортпен шығамын. Паспортпен шығамын, удостоверение кірем, паспортпен шығамын. Келем, удостоверениені қайтып новыйға тапсырамын. Сосын мен бұрынғы удостоверениеме не действительно флажок қояды ғой. Сол кезде паспортыма да қойып жіберген ғой олар. Мен оны білмеймін. Как будто мен ұрланды деп заявление жазғанмын, бірақ сол паспортыммен жүргенмін ғой. Сонда 2011 мен 2015 арасы 4 жыл ешқайда шықпаған ғой. Алланың қалай сынақ келіп тұр. Сөйтем да пырт деп көзден жас кетіп жатыр ғой. Қолымда Ray-Ban очкиім бар. Жайлап очкиді киемін. Кетіп жатыр уже. Бүкіл ағайын туған туыс бәрі мен шығарып салған ғой, қоштасып болған, бәрі кетіп қалды уже. Ет жеп ағам. Көзден жас кетіп баратыр. Бір кезде балдардың бәрі түсінбей жатыр. Шын айтайын, мен не істемедім, кімге звондамадым. Даже аэропорттың бастығына дейін звондадық ғой. Өнерде жүргеннен кейін ананың танысы, мынаның танысы. Нұрлан Абдуллинге шықтық. Нұрлан Абдуллин аэропорттың бастығы жақсы екен. Сөйтіп ол айтады ғой, ол үшін осы қайырлы болып тұр дейді ғой, өзің білесіз. Аэропорттың бастығы айтады, мен оны жіберем дейді, сенің көңілің үшін. Нұрланға айтады, сенің көңілің үшін жіберем. Ол Дубаймен екі ортада қақ қояды, жатады, қайтып келеді бәрі деді. Через посольство шығады, лучше қаласасын деді. Мен қамайым деймін, өзім білесіз. Қамайым, жылап тұрмын ғой, ана қызға айтамын, мен жіберші деймін ғой, мен сен үшін өмірім соңына дейін дұға қыламын дейді ғой. Анан жан-жақтан адамдар келіп жатыр, сен неме еркек емессің ба деп военныйлар ше маған. Еркек қызықтырып тұрған жоқ, маған кетіп қалу керек болып тұр ғой. Сөйтем, құдай деймін да, мен дата осындаймын ба, мен ешқандай кінәм жоқ қой деген нәрсе. Менің уағызым бар ғой, тыңдаған уағызым көз алдыма келіп жатыр ғой. Не нәрсе тыңдадым, соның бәрі келіп жатыр. Мед кездесті ма, кездесті. Бәрі келіп жатыр. Сөйтем да қалдым ғой, Марф тұр қасымда. Бәрі кетті. Бәрі жылап жатыр. Марф айтады, Қажекем дейді, ертең паспортыңды бір күн дайында, бір күн досрочно дайында, ертең ұшырып жіберем дейді, осы группаға қосыласың дейді ғой. Сөйтем да, өзің ла 2015 майдың 8-і, сол жыл 3 күн демалыс берген, 8-і, 9-і, 10-і, 11-і демалыс берген, 12-сі мен тапсырамын, 13 күн шығады, балдар 17-сі қайтады уже. Сөйтем да, мен олармен бармаймын дейдім ғой. 3 күнге барамын ба сонда? Сөйтем, Қажекең айтады, Қажекем дейді, мен оны түсінбеймін ол кезде, бұл саған қайырлы болып тұр. Мен эмоциямен тұрмын, бұл маған саған қайырлы болып тұр дейді, Марф айтады. Қажекем, сен 22-сіндегі группамен кетесің дейді. Дайындал соған дейді. Осыда да бір қайыр бар, значит, бірінде бекер емес бұл нәрсе. Мен түсініп тұрған жоқ, мен эмоциямен тұрмын ғой, жоқ деп тұрмын ғой мен. Мен не істеп қойдым, мен дайындалдым ғой мен кәдімгідей деп ше. Мен 2 ай жаңа сабақты жаттап алдым деп. Бірақ кейіннен ойлаған кезде маған солай сынақтардың келгені, мен не үшін қайырлы болғанын кейіннен сөйтіп жылап тұрмын ғой. Сол кезде бір нәрсені түсіндім. Марф айтам, кете бер деймін ғой. Қажекем, мен сені күтемін ертең, уайымдама дейді да, ол кетті. Сөйтіп жылап тұрмын. Хабиб өтіп баратыр ғой. Шын айтайыншы бар ғой, аман ренжідім ше соған, как будто кімнен көретін білмей жатырмын ше. Әлі өзім біліп тұрған жоқ, не үшін қалғанымды. Сөйтем да, міне Хабиб кетіп баратыр, брат деп, ақпақ нексиясы бар, мен далда тұрмын аэропортта. Апарып тастайын дейді, мен кетші деймін ғой. Керек емес маған деймін. Именно сен көрмейсің. Как будто сол, мен кімнен көрерін білмей жатырмын. Сөйтем да сағат ұшып кетті олар, 4:55-те ұшып кететін уақыт, сағат 5 болды.
ровно 5 и тұрам сол жерде не істеп жатырмын, өзім ешкіммен сөйлесе алмаймын, жылап жатырмын. Сөйтем да 1 сағаттай уақыт өтеді. Сөйтем сағатыма бүйтіп қарасам 5-тен 1 кеткен ғой, өзің ойлашы. 1 минут тұрғанмын ғой мен ана жерде. А маған ол уақыт, ол сәт кәдімгі бір қиямет қайым сияқты болды, кәдімгі шын айтайыншы. Алла бізге ол сәт бәріміз көреміз ғой, бірақ ананы мен ешқандай жауыма тілемеймін ше. Анандай дайындықпен қап қою. Сөйтем да мен кәдімгі жылақ білем ғой, әйелім кәдімгі мен көрмеген ғой, мен сахнада жылау, актерский нәрсе, ол басқа. Кәдімгі шынымен жылау, сосын тәнің қалып кетіп, жаның кетіп қалу деген нәрсені сол жерде көрдім. Неге? Өйткені балдардың бәрі маған көңіліме қарап, олар да бір түрлі кетті. Сөйтем да умра деген чат ашып қойған, балдарға айтам ғой, балдарға сурет салып отырыңдаршы деймін ғой. Иә, үйден шыққым келмейді. Есікте тұрам ба, сол жақта тұрам, әйеліміз екеуміз. Шыққым келмейді, как будто шашын алып тастап армияға кете алмаған бала сияқты ше. Күнде әйелім шайын дайындайды, батпайды, тек телефонға қарап отырам. Телефонға балдар сурет салат. Өзің ойлашы, Мекке мен Мединаны фотомен жаттап алғансың ғой. Балдар татып ғой, мен көңілімді ойлап сала береді, жүрген жерім бәрі сала береді. Мен татып ғой. Кейін өзім барған кезде суретпен неғып отырмын. Өзім жалпы зрительский память жақсы менде. Бір көрген адамды ұмытпаймын. Ана сурет арқылы көріп отырмын, ана сезімді. Сөйтем да ертесіне дайындаймын, сосын Мәкеңе звондаймын ғой. Біздің Мәкең жылап тұрмыш, Мәке. Мадиярға звондаймын, Мәке жылап тұрмыш, осылай мен бара алмай қалдым деп ше. Сөйтем да Құдірет, мен саған бір қуаныш жаңалық айтайын ба дейді ғой. Бір 2 күннен кейін ба ше, үй жаққа өтші дейді, тамаққа дейді. 2 күн өткен, бірақ сезім әлі бір түрлі. Сөйтіп үйіне тамаққа шақырады, ет жеп, әңгіме қылып отырмыз, сөзім айтады ғой. Мен сені түсімде көрдім дейді. Сол сөз мені кәдімгі басты, сосын кейінгі несін айтамыз. Сөйтеді да айтады, түсімде сені көрдім дейді. Сол сәтте айтуға болатын еді, бірақ сен көтере алмайтын ең ол әңгімені дейді да. 2 күн өткеннен кейін айтатын, сен түсімде көрдім, бәріміз умрада жүргенбіз дейді. Бір кезде енді жаңағы умра жасап бітіп атсақ дейді, сен умра жасап қоятсың дейді, шашың күшті қысқартып алыпсың дейді. Сосын біз енді шашқа баратсақ, сен уже жасап келатсың ба деп айттым дейді да. Сол кезде ойладым дейді, альхамдулилля, бұл ниеті мықты болған, Алла қабыл болған нәрсе ғой деген кезде жүрегім кәдімгі одан сайын өксік шығады ғой, кәдімгі гүп бітіп ше. Тағы бір Құдірет жылап алады ана жерде. Сөйттім да балалар келді, 17 күтіп алдым, тағы бір жылап алдым балаларды көріп. Сол кезде Ринат, бізде өнерхандар Ринат айтады ғой, Құдірет дейді, сенің қап қойғаныңда хайыр бар дейді ғой. Неге деймін ғой, хайыр бар дейді. Көпшілік болып барған нәрсе енді прикол болып кетеді, бір-бірін күтіп қалады, болсай, не үйттіңдер, сондай болған ғой енді. Сол кезде Ринаттың әңгімесі ғой, дедім ғой кәдімгі, өзімде обратқа кетіп жатыр да, кезден бастап уағыздарымның дұрыс екенін, бізге ненің маған ұнамаған нәрсе маған хайырлы болатынын мен білген жоқпын ғой. Сендерге не нәрсе ұнамайды деп уағыз айтып кетсең жаман ғой қазір. Маған хайырлы болып тұр да сол. Сөйттім де 22-сі күні ұштым ғой, паспорт бәрі дайын, четко, новый паспорт, документ. Бірақ содан бері менің жүрегім шайылып қалады. Контролер, Маруфта да бар осы нәрселесіз ба? Военный паспорт контрольде өткен кезде салауат айтып тұрам ғой. Өткен кезде альхамдулилля. Ол анау тек умра ғана емес, любой мемлекетке, Стамбул басқа жақ ұшып бара жатқанда да қорқыныш алып қойған. Сөйтіп барған кезде менің қасымда Тайыр деген жігіт болды. 3 тіл біледі. 3 тіл біледі. Ешқандай қиыншылық болған жоқ маған. Тұрам, тарс кетіп қалам. Келем, екеуміз ғана ғой енді. Тағы бір қаскелең баласы болды. Үшеуміз барамыз, келеміз. Ешқандай қиыншылық болған жоқ. Сол кездегі түсінгенім не нәрсе саған ұнамайды, оның хайыр бар екенін. Алла жақсы. Альхамдулилля. Енді жаңағыдай ғой, жаңа сіздің әңгімеңізге қарап отырмыз ғой. Жалпы біз мұсылман халқы Құранды оқуға шақырамыз ғой, жаңа да айтып отырмыз, бірақ Құранды ең басты нәрсе түсіну. Оған түсінгеннен кейін барып амал жасау тұрады негізінде. Құран басшылыққа алу деген нәрсе. Сіздің жаңа түсінген нәрселеріңіз бар ғой, ол Құранда бар нәрселер. Оны Алла Тағала түсіндіріп, мұсылмандар сол санада болу керектігін айтып қойған. Жаңа соңғы сөзіңіз не дейді? Уағасаң такраху шай'a ва хуа хайрул лакум дейді. Сендердің де жек көрген нәрселеріңде хайыр бар дейді. Жақсы көрген нәрселеріңнің артында жек көрінішті нәрсе болуы мүмкін дейді. Уағаса тухиббу шай'ан ва хуа шаррул лакум. Жақсы көрген, сүйген нәрселерің артында бір зиян болуы мүмкін дейді. Ол бар. Одан кейінгі сіздің паспорт контролдан барып өте алмай қалуыңыз не дейді?
Мысалы біз кейде қажыларда, әсіресе біздің қажыларда да кейде бөлмірде де болатын нәрсе. Не дейді? Вама ташауна илля айяша Аллах. Бұл біздің ақидамыз болу керек. Сенің қалағаның бола бермейді. Аллахтың қалағаны болады. Мынау да сұрағаныңның бәрін бере беруге шарт емес та. Сосын сен сұраған нәрсең бола беруден емес, онда сен құдай болып кетесің ғой. Құл екеніңді Алла Тағала сезіндіреді арасында бір. Ал осы нәрсе болса, жаңағы нәрселер болса, бұл сынақ деген нәрсе. Алла Тағала Бақара сүресінде айтып қояды. Ләнәблуәннәкум. Біз сендерді міндетті түрде сынаймыз. Бишайин минал хауф. Бұл қажыларға көп айтамын, қажылық сабақтар дейді. Бір болмаш үрей тудыратын затпен сынаймыз дейді. Уәл жуъ дейді. Аштықпен сынаймыз дейді. Уә нақси мин амуал. Малдарыңды кемітіп жібереміз дейді. Уә анфус. Өздеріңді кемітіп жібереміз. Уә самарат. Немесе жемістеріңді азайтып жібереміз. Дейді да, аяқ жағында не дейді? Уә бәшшири сабирин. Енді сабырлы болғандар сүйіншілі дейді. Сіз мына құлшылық сапарға кетіп бара жатсыз ғой. Құлшылық сапарға кетіп бара жатсыз. Құлшылыққа кетіп бара жатсыз. Аллах жолына құлшылыққа шығып бара жатсыз. Оңайлықпен келмейді. Бұл жерде де маңдай тер төгу керексіз. Алла Тағала сіздің ықыласты екеніңізді білу үшін сіздің ықыласыңызды бұзатын нәрселерді жасайды ортадан. Бірақ ол сізді ойламаған жерден, тіпті ең жақсы көретін нәрсеңізден жасауы мүмкін. Яғни қажылық былай айтқанда сынақсыз мүмкін емес болып тұр ғой. Өйткені Аллах Тағала бекерге оның артына жәннат тіліп қойған жоқ та. Яғни жәннатқа жету ол жай ғана нәрсе емес екендігін Аллах Тағала. Бір нәрсе дейін, бір нәрсе ұғынғанды айта салайын. Жалпы жыл сайын не үшін бара береді деген сұраққа ше. Не үшін бара бересің деген нәрсеге айтайын. Ең бірінші 15-тегі барған сезімді іздеймін. Ең бірінші барған кездегі сезім қазір бәріңізде бар нәрсе. Ол бөлек сезім. Екінші барған кезде сол нәрседегі сезімді іздеймін, таба алмаймын. Сосын не істеймін? Жаңа ұстаз айтып кетті ғой. Алла деймін. Осы барған кезде мынаны мен әлсізбін ғой, пендемін. Бара салып бірден кете алмаймын, бәрін нәрсені тастап. Осы барған кезімде мына нәрсені тастайыншы. Мынадан кейін осы барған кезде Құдай, мен біреудің артынан бір нәрсе сөйлемеуді үйренейінші. Осы барған кезде тағы бір нәрсе ше. Сөйтіп әйтеуір арқамда. Соңғы сөзіңіз болмаса қайтадан барыңыз деп айтайын дегенім ғой. Сезімді іздеп жүр екенсіз ғой деп. Тағы да баратын адам болса дайынмын, жібересің ба? Машалла. Негізі умра және қажылық деген тақырыпқа келген кезде сарқылмайтын сөздер шығады ғой негізі. Жаңа сезім мәселесі бұл халыққа түсінмеуі мүмкін, енді жеткізе алмауымыз мүмкін, бірақ бұл сезімді сезіну үшін бару керек. Барғаннан кейін келіңдер шай қылып тұрып әңгіме қыламыз десе. Ол махаббат басқа шын айтқанда. Ол махаббат, сарқылмайтын махаббат қой. Алла разы болсын. Құрметті ағалар, ұстаздар, өте күшті сұхбат болды. Алла разы болсын. Енді бұл тақырыпта сөйлей беретін болсақ, таңға дейін әңгіме айтуға болады. Өйткені әр қажының сезімі бар. Мысалы, қанша жылдан бері жүрсіздер, көрдіңіздер. Енді Алла разы болсын. Алла разы болсын. Енді Құдай қаласа алдағы уақытта тағы да шығарармыз. Бака осымен қажылар ойлансын. Енді болашақ қажылар көріп ойлансын. Одан кейін келесіде тағы басқа да иншалла нелерді сұрақтарымызбен қайта оралатын боламыз. Алла разы болсын. Осымен біздің сұхбатымызды аяқтайық. Және осы көріп отырған көзқарақты көрермен болашақ қажылар алда бізде Ниет қажы компаниясы тамыз қыркүйек айларында біздің ашылып жатыр. Тікелей рейспен Эйр Астанамен ұшатын болады. Қажыларымыз иншалла осы сезіммен бұл бәлкім бір белгі шығар. Біздің болашақ қажыларға. Сіз барасыз точно деп. Иншалла, сол үшін ниет етіп қойыңыздар. Ниет қажылық компаниясының инстаграмына жазыңыздар. Біздің офисіміз сіздерге 24/7 ашық, толық ақпарат беретін боламыз. Көргендеріңіз үшін, естігендеріңіз үшін Алла Тағала баршаларыңызға разы болсын. Қасиетті Қағбаны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи жатқан жерлерде өз көздеріңізбен көріп, осы сезімдерді сезініп, ерекше әсерде болуларыңызды Алла Тағала субхана баршаларыңызға нәсіп етсін. Ассаламу алейкум ва рахматулла. Құрметті қажылар, ниет сіздерден, қызмет біздерден. Иншалла осындай білікті мамандар сіздерге қызмет ететін болады иншалла.